Counter Strike ойнайтын ер адамдардың күшті плюстары бар. Ол қандай? Бірінші, олар мақсатқа соңына дейін жеткіш болады. Бұл оларға бизнесте соңына дейін жетуге күшті көмектеседі. Екінші, олар тәуекелшіл келеді. Кез келген бизнесте ол өте күшті көмектеседі. Үшінші, олар командамен жұмыс жасауға дайын. Полностью команданы басқара алады. Қай жерде бүкіл стратегияны біледі. Төртіншісі, олар стресске күшті қарсы тұра алады. Кез келген болып жатқан мәселені олар шеше алады. Бірақ оның көп ойнап кетсе бір минустары бар. Қандай? Ол қарым-қатынасқа кәдімгідей әсер етеді. Әйел адам оған қиналады, шаршайды. Кешке дейін үйге келген кезде ер адам тұк-тұк деп итере береді. Одан кейін ер адам бір мәселені шешуге қашып жүреді. Қандай да бір мәселені шешпей қашқан кезде көп ойнап кетушілік болады. Қандай мәселені шешпей жүрсіз? Сол сұрақты өзіңізге қойып көріңіз. Барлық CS ойнайтын ер адамдарға